Өтетін болсаң, Төлесінов Қыдыржан осы Қаражанбас мұнайда 38 жыл болды жұмыс жасап келе жатқаныма. Күнделікті жұмысымызды айтатын болсақ, таңертең шеберге барамыз. Сосын күнделікті заданиемізді алып жұмысымызға қарай шығамыз. Құралдарымызды, приборларымызды алып. Барғаннан кейінгі жұмысымыз енді машинаның үстін қарап, кілт қашақтарымыздың түгел дұрыс екенін жұмысқа дайындап аламыз. Публикаторға жаңағы приборымызды қатайтып, сосын жұмысымызды бастаймыз. Геологтардың тапсырмасы ғой, ар жағында шеберге берген. Шебер бізге береді қай жердегі скважиндар екен. Негізгі жұмысымыз забойды өлшеу. Ашық тұрған скважин болатын болса, ол енді забойный давлениесін, жабық тұрған болса, пластовый давлениесін өлшейміз. Қазір заманауи прибор температурасын шейін өлшеп шығады метр сайын. Геологтарға да түгел данныйды дайындап беруін отырамыз. Каждый скважинның қаншалықты мұнай беріп тұрған, давлениесін қандай екен. Ол геологтар сосын алып, қорытындылап, пресске, заявка береді мысалға. Біздің жұмыстың үлкен пайдасы осы. Тікелей өндіріске маңызды жұмыс. Түнгі маусымда да жасаймыз. Әртүрлі заявкалар келеді. Ол біздің қар жауып тұр екен, жаңбыр жауып тұрған емес. Жұмысты кідіртпеу керек. Сол үшін погоданың жақсы жаманына қарамаймыз. 38 жылдың ішінде 20-30 баланы анық үйретіп, өзінің берген 40 сағатта 40 сағатын үйретіп шығамыз.